Алматы облысы Талғар ауданындағы қайғылы оқиға болған жерден бейнебақылау камералары жазбасы өшірілді деген ақпарат тарап жатыр. Облыс полициясының мәліметінше, бақ пен әлеуметтік желіде тараған бұл ақпарат жалған. Сотқа дейінгі тергеп тексеру аясында барлық қолда бар бейне жазбаны полиция тәркілеп, қылмыстық іс материалдарына заттай дәлел ретінде тіркеген. Қазір тергеу барысында олар зерттеліп жатыр. Оқиғаға қатысушылардың әрекеттеріне құқықтық баға берілмек. Сондықтан полиция қазақстандықтарды тек ресми ақпаратқа сенуге шақырады. Айта кетейік, 16 жасар Шерзаттың өліміне қатысы бар деген күдікпен 7 адам ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалған. Алайда жәбірленуші тарап оқиға кезінде 13 адамның келгенін, пышақ біреуінің ғана емес, көбінің қолында болғанын айтады. Сондықтан солардың бәрін күдікті ретінде тергеуге алып, соттың әділде ашық өтуін талап етіп отыр. Өзімізді қорқызып, өзімізге арыз жаздырып отыр бұл кісілер. Сол сізден сұрайтыным, ашық сот болуын талап етемін. Мен бұл